Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Айша Бибі орта мектебінің тарих пәні мұғалімі Утебаева Гүлнұр Балқыбекқызы. Балалар, мына суреттен не көріп тұрсыздар? Сабақтың тақырыбы қандай деп ойлайсыңдар? Балалар, сабақтың тақырыбы тарихи және мәдени ескерткіштер, зерттеу сұрақтары. Қазақстан аумағындағы тарихи-мәдени ескерткіштер қандай түрлерге бөлінеді? Тарихи-мәдени ескерткіштер дала өркениетінің ерекшелігін қалай сипаттайды? Сабақтың оқу мақсаттары: дала өркениетінің белгілі тарихи және мәдени ескерткіштерін зерттеу, типологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, тарихи және мәдени ескерткіштерді классификациялау. Дала өркениеті түркі тектес халықтардың, соның ішінде қазақтардың материалдық және рухани құндылықтарының даму сатысы. Кез келген елдің өркениеттілігі мен білімділігі сол елдің тәуелсіздігі аясында өрбиді. Өткенін бағалай алмаған, келешегін де қадірлей алмайды. Тарихи және мәдени ескерткіштер үшке бөлінеді: қала құрылысы мен сәулет ескерткіштері, сәулет ансамбльдері мен кешендері, тарихи орталықтар, қалалар мен басқа да елді мекендердің ежелгі құрылысының қалдықтары, археология ескерткіштері, тұрақтар, қалашықтар, қорғандар, ежелгі қоныстардың, бекіністердің, тас мүсіндер мен жартастағы бейнелер мен жазбалар, ансамбльдер, оқшауландырылған немесе біріктірілген ескерткіштердің топтары. Қазақстан аумағында көптеген тарихи мәдени ескерткіштер бар. Солармен қазір бірқатарымен танысып өтейік сіздермен бірге. Республика аумағында негізінен 25 мыңнан астам тарихи ескерткіштер бар. Астана қаласы тарихи мәдени орталықтарда кем емес. Сонымен қатар негізгі орталықтар бойынша тоқталатын болсақ, ол біздің негізгі бірінші Қазақстанның Шығыс Қазақстан аймағы. Шығыс Қазақстанда Абай мен Шәкәрімнің Қозы көрпеш баян сұлу кесенесі орналасқан. Ал Қазақстанның оңтүстік шығыс аймағына келетін болсақ, бізде әйгілі Түркістан қаласында Қожа Ахмет Яссауи кесенесі орналасқан. Тараз қаласында Айша Бибі мазары орналасса, және Алматы маңында өзіміз білетін Есік қорғаны табылған. Және мынау тұрған Қызылорда облысында Қорқыт атаның кесенесі орналасқан. Сонымен қатар республика аумағының орталық Қазақстанда Жошы ханның мазары орналасқан.